Солтүстік Америкадағы Коста-Рика елінде мүлде әскер жоқ. Ал айналасындағы Сальвадор, Никарагуа, Гондурас әлемдегі ең қауіпті елдер. Көршілерінің жағдайы нашарлап тұрғанда Коста-Рика қалайша әскерден бас тартып дамып отыр. 48 жылы бұл елде билікке талас, азаматтық соғысқа ұласып Хосе Феррер Фигерестің хунтасы билікті қолға алады. Азаматтық соғыс аяқталған соң Фигерес елдегі әскерді толық жойып, әскерге жұмсалатын ақшаны білім, медицина, әлеуметтік салаға жұмсаймын деп шешеді. Бұған қоса қайта сайлау өткізіп, билікті сайлауда жеңген Отилио Улатеге тапсырады. Содан бері Коста-Рикада билік сайлау арқылы әділ алмасып келеді. Қазір Коста-Риканың адам басына шаққандағы жалпы ішкі өнімі мына үш елден әлде қайда көп. Халықтың өмір сүру жасы да, өмір сапасы да жоғары. Солтүстік Америкадағы Канададан кейінгі ең қауіпсіз ел. Демократия индексінде де топ 20 елдің қатарында тұр. Міне, қаруды емес, білім мен дамуды таңдаған бейтарап ел алға озып отыр.